Баршаңызға сәлем. Мен бүгін кешкі шайға мынадай керемет печеньелер әзірлеген болатынмын. Құрамына тек 4-ақ зат қосылады. Менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Алдымен сары майды жақсылап миксерлеп аламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Содан кейін қант ұнтағын қосып араластырамыз. Дәл осы мөлшерде қант қосып жасасаңыздар да болады. Қант ұнтағы міндетті емес. Сонан соң жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа мен сары май бірігіп бір масса болып кеткенге дейін ғана араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді ұн қосып қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Арасында түйіршіктер қалып қоймау керек. Біздің печеньеміз жақсы көтеріліп, әдем болып пісу үшін бір шай қасық ас содасын немесе қопсытқыш қосып жібереміз. Мінекей біздің печеньеміздің қамыры дайын болды. Осындай массада шығады. Енді осыны екіге бөліп аламыз. Жартысына какао қосып араластырып, шоколадный печенье жасаймыз. Сонда бізде екі түрлі печенье шығатын болады. Екі печеньеміздің қамыры дайын болды. Мінекей. Печеньені соғу үшін мен мынадай насадка қолдандым. Сіздер басқа насадка алсаңыздар да болады. Дәл видеода көрсетілгендей қылып жасайсыздар. Шоколадный печеньені дәл осындай қылып сығып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз өте дәмді болып шықты. Сіздер де дайындап көріп, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.